Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге Тоқаев жаңа заңдарды не үшін жылдам әрі тез қабылдауда сол жайлы айтатын боламыз. Құпия сырын ашып, барлық шындық сізге жариялап салатын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Сіздермен бірге білер жарнасы. Мен уәде еткен саяси жаңғыру үрдісі азаматтарымыз бен мемлекетіміздің мүдделеріне сәйкес біртіндеп үздіксіз жүзеге асырылатын болады. Негізгісі жүйесіз саяси ырықтандыру елдің ішкі саяси ахуалына, тұрақсыздығына, тіпті мемлекеттіктен айырылуға әкеліп соғатыны әлем елдеріне тәжірибесінен көріп отырмыз. Сондықтан біз саяси реформаларды асығыстыққа салынбай, керісінше кезең-кезеңмен табанды түрде және жан-жақты ойластыра жүзеге асыратын боламыз. Еліміздің қоғамдық саяси өмірін жаңартпай табысты экономикалық реформаларды іске асыру мүмкін емес. Бұл біздің ұстанатын басты қағидамыз. Елімізді дамудың жаңа сапалы кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп отыр. Біз бұған елбасы саясатының сабақтастығын сақтап жүйелі реформаларды жүзеге асыру арқылы жеткізе аламыз. Өздеріңізге белгілі, осының бәрі менің сайлау алдындағы бағдарламама негіз болды. Қазір мемлекеттік органдар оны жүзеге асыру үшін тиісті жұмыстар өткізуде. Мен халыққа берген уәделерімді міндетті түрде орындаймын. Біз өз жұмысымызды елбасы ұсынған 5 институцияларды реформа мен ұлт жоспарын толыққанды жүзеге асыру үшін қажеттігін басты назарда ұстануымыз қажет. Елбасымыздың бастамасымен құрылған жаңарту жөніндегі ұлттық комиссияны жұмысын қайта жандандыру қажет. Енді ортақ міндеттеріміз және сайлауалды бағдарламаларды іске асыруға қатысты ой-пікірлерге тоқталайын. Баршаңызды жаңа парламенттік маусымның басталуымен құттықтаймын. Біз елімізді жаңа тарихындағы маңызды белеске жақындап келеміз. 30 жылға жуық уақыт бұрын халқымыз өзінің тәуелсіздігін жариялап, бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған арманын орындады. Осы уақыт ішінде Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басшылығымен еліміз әлемдегі беделді орындардың орнақты мемлекетіне айналды. Баянды бірлігіміздің арасында тәуелсіздігіміздің нығайтып халқымыздың жағдайын жақсартуға жол аштық. Бұл жасампаздық пен ілгеру бейбітшілік пен келісім кезеңі болды. Еліміздің даму жолын бүкіл әлем мойындап қазақстандық, яғни Назарбаев моделі деп атады. Мемлекеттік органдар немесе аймақта күрделі түйткілер бар екендігін көрсетеді. Енді бұл мәселеге дәл осы тұрғыдан қарап тиісті шешімдерге қабылдаған жөн. Мемлекеттік қызметшілер жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында арнайы дайындаған бар жас кадрлар тарту қажет. Сонымен бірге 2020 жылдан бастап біз мемлекеттік қызметшілердің санын біртіндеп қысқартуға кірісіп, үнемделген қаражатты неғұрлым пайдалы қызметкерлерді ынталандыруға жұмсаймыз. 2024 жылға қарай мемлекеттік қызметшілердің және ұлттық компаниялардың қызметкерлердің санын 25%-ға қысқарту қажет. Конституцияға сәйкес азаматтардың өз ойын еркін айтуға құқығы бар. Егер бейбіт акцияларға заңның шеңберінен шықпайтын және азаматтардың тыныштығын бұзбайтын болса, бұған түсінікпен қарап жиындарды өткізу үшін арнайы орын бөлу қажет. Мұндай орындар қаланың шетінде болмауы тиіс. Алайда заңға қайшы және бұзақылық әрекеттерге шақыратын бүкіл қоғамның бірлескен еңбегінің нәтижесі. Осыған орай саяси үдерістерді саралап бірлігімізді нығайта түсу үшін нақты шаралар қабылдау керек. Қазақ халқының мемлекеттік құраушы ұлт ретіндегі рөлін бекемдеп, этносаралық татулық пен дінаралық түсіністікті қалыптастыра беруіміз қажет. Біздің ұстанымымыз ел бірлігінің оның әралуандығында. Еліміздегі этникалық топтардың тілі мен мәдениетін дамытуға жағдай жасай береміз. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп сенемін. Сондай-ақ тіл үлкен саясаттың құралы екенін де ұмытпаған жөн. Белсенді азаматтық қоғам құру үшін үкіметтік емес ұйымдардың беделін арттыру қажет деп санаймын. Сондықтан жақын арада азаматтық қоғамды дамытудың 2025 жылға қарай тұжырымдамасын әзірлеп қабылдауымыз қажет. Келер жылы аталып өтілетін маңызды мерейтойлардың мен және оқиғалардың дайындық жұмыстарын басталды. Ендігі жылы бәріміз Әл-Фарабидің 150 жылдық, Абайдың 175 жылдығының мерейтойларын атап өтеміз. Мерейтой барысында ысырапшылдыққа жол бермей, ғұлама тұлғаларымызды еңбектерін халық арасында дәріптеуіміз қажет. Сондай-ақ ең маңызды мереке тәуелсіздік 30 жылдығына байланысты тиісті іс-шараларды іске асыруымыз қажет.
істің принциптері және тетіктерді жетілдіру ісінде ғана емес, сондай-ақ бизнес-ахуалды жақсартуға, мемлекеттік қызмет көрсету жұмысын жандандыруға септігін тигізеді және ұйымның атқарушы хатшысы болады.